Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының бас прокуроры Берік Асыловқа, қаржы мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Елимановқа бағытталады. Қазір арзан атақ, жеңіл ақшадан насихат өте қатты болып тұр. Күнде мыңдаған адам алаяқтарға алданады. Сондықтан мен бірінші кезекте енді осы жолы алдымен бізді көріп отырған мына қоғамға қарата өндеу жасағым келеді. Әуелі жұртқа мына жалт-жұлт еткен жарнамаға сеніп, бір күмәнді дүниелерге сене бермеңіздер деп айтқым келеді. Өйткені қазір айналаның бәрі алаяқ. Бір мысал келтірейін. Мысалға мен қолымдағы мына ручка қалам бір 10 теңге тұрады деп алайық. Осыны сізге біреу 2 теңгеге алып берем десе, соған бір қарадай қызығып, сеніп опық жеп жатамыз. Ол 10 теңге тұратын қаламның 2 теңге тұруы ол мүмкін емес. Ол не пайдалану мерзімі өткен, не болмаса ішіндегі сиясы кепкен болды. Іс бітті, қу кетті деген сөз. Айтайын деген қазір қазақтың ең әлсіз жері, ең жанды жері ол баспана. Біздің алаяқтар досын жақсы түсініп алған түрлі әдіс схемалармен, әсіресе мына қазір елдің ішінде кооперативтік жолмен ипотекаға баспана алыңыз дейтін жарнамадан көз сүрінеді. Оны бақылап жатқан ешкім жоқ. Күні кеше ғана қаржы мониторинг агенттігінің елдегі ең ірі тұрғын үй кооперативтердің бірі Асар баспананы қаржы пирамидасы деп атап, қызметін тоқтатып, ұйымдастырушыларды қамауға алынғандығы туралы ақпарат біздің қоғамды дүр сілкіндірді. Компания кеңсесін тінту кезінде 1,2 миллиард теңге қолма-қол ақша, премиум класты көліктер тәркіленді. Енді қазір біздің телефонымызда тыныштық жоқ, өйткені Асар баспананың салымшылары бізде өте көп. Олардың үй аламыз деп жүрген үміттерінің бірі бір күні осы күлпарша шыға ма деп алаңдап отырмыз. Қазір енді атақ жер жарған Асар баспадан алаяқ, қаржы пирамидасы деп біз бір жақта үкім кесуге қақымыз жоқ. Соттың шешімін күтейік. Салымшылар қоныс тойын тойлап, салған ақшасын қайтара алып жатса жақсы әрине. Енді олай болмаған жағдайда мыңдаған адам тағы да тұзаққа түседі дей беріңіз. Даудың көкесін сонда көреміз. Сондай-ақ мына ірі компания мен банктердің атын пайдаланып, аңқау-елді ақша салуға үгіттеп жүрген тендерная биржа дейтін компанияның үстінен 11 адам арыз жазып, қылмыстық іс қозғалды. Мен сіздерге айналасы осы 3-4 күн ішінде болған 2 фактіні ғана айтып отырмын. Былтыр алаяқтық бабы бойынша тіркелген қылмыстың саны бізде 45 мыңнан асқан. Ал осы қаржы пирамидаларына халық бір жылда 20 миллиард теңге салған. Бұл бағытта ұлттық қауіпсіздік комитеті, бас прокуратура, ішкі істер министрлігі, ақпарат және мәдениет министрлігі, ұлттық банктен бастап қаржы мониторинг агенттігіне дейін барлығы жұмыла жұмыс істемесе, қам көңіл халықтың арман тілектері әдірем қалып, әккі алаяқтар әлі талайды сан соқтырады. Ең басты мәселе қазір біздегі бұл халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру. Алаяқтардың жиі қолданатын жүйесі, схемасы қандай? Осыны ел білу үшін бақ, әлеуметтік желі арқылы кеңінен тарату қажет. Елдің бәрі қазір телефонда отыратын zaman TikTok бар, Instagram, Facebook сияқты желілерді бақылауға алу маңызды. Себебі алаяқтар көбінде заманауи технологияны пайдаланып, әлеуметтік желі арқылы халықты алдап жатыр. Тіпті инвестиция салыңыз үйде отырып, сол салған ақшаңыз ай сайын үстінен 30% пайда көресіз дейтіндерге де сенетіндер бар. Мына бір фактіні келтірейін сіздерге. Ірі компаниялардың атын жамылып, халықты инвестор болуға шақыратын псевдо компанияларға бейресми деректер бойынша елде 150 мыңнан астам адам тіркеліп үлгерген. Бұның бәрі сол баяғы несие алып, алданып жатқан жерлестеріміз. Ал оның арты үлкен әлеуметтік толқуға әкелері сөзсіз. Әсіресе ипотека мен баспана алуға үгіттейтін тұрғын үй кооперативтерінің схемасын біздің көпшілік әлі де түсіне бермейді. Енді жарнамасы керемет, үйші жүрген адам бірден елең еткізеді, пайызсыз төлем дейді, тұрақты табыс сұрамайды, зейнетақыңа қарамайды, кепілге мүлік талап етпейді. Алғашқы жарнасын төлесеңіз болды, кезегі келгенде үй аласың дейді. Былай қарасаң бәрі керемет, сізге қолыңызға мына тұтыну кооператив туралы заңды да көрсетеді, пәтердің кілтін алып, қоныс тойын тойлап жатқандардың бейне ролигінде көрсетеді, кооператив қызметтерді өзі сондай момақан момын, ақ жейде киіп алып, галстук тағып, біз сізді алдамаймыз деп айғайлап тұратын сияқты көрінеді. Бірақ мені мазалайтын қауіп мынада. Біріншіден, алдымен халық салған ақша ол уақыт өткен сайын құнсыздана береді. Екінші, нарықтағы пәтер бағасы ол тұрақсыз, тез өседі. Үшінші, мемлекет кооперативқа кепілдік бере алмайды, өйткені ол кооператив банк емес. Қадірлі ағайын, нарықтық экономикада пайызсыз баспана деген болмайды. Компанияның үстіне күндердің күніне бір адам арыз жазса болды, ол сот басталып, бүкіл салған ақшаңыздан айырылуыңыз мүмкін. Және үшіншіден, ол кооператив басшысы кассадағы жиналған ақшаны қалай басқарады?
Оны өзі біледі, ешқандай бақылау жоқ. Сондықтан осы депутат сауал арқылы үй сатып алу үшін азаматтардың ақшасын. Құрметті депутаттар, депутат сауалға 5 минутқа уақыт беріледі. Сондықтан осы уақытқа үлгеру керек. Депутат Толықбаев, микрофонын қосыңыз. Содан үкіметке келесі шараларды шұғыл қабылдау ұсынамыз. Тұтыну кооперативтерін бақылау және олардың қызметін регламенттеу үшін мемлекеттік органдардың үйлестірушісі айқындалсын. Екіншіден, алданған халықтың саны одан сайын көбеймей тұрғанда псевдо компанияларға тез арада жаппай жедел тексеріс жүргізіп, қаржылық пирамида белгілері мен қаупі туралы азаматтарды ақпараттандырудың әдісін уақыт өткізбей қолға алу керек. Құрметпен, Аманат фракциясының мүшесі Мақсат Толықбай. Рахмет.